Өмірде екі түрлі адам болады. Сіз қайсы адамдар қатарына жатасыз? Неге кейбір адамдар ақ көңіл, мейірімді болады, ал енді біреулері көре алмас, күншіл келеді, деп біреу сұрапты ақылгөй адамнан. Өмірде адамдардың екі түрін байқадым. Оның бір тобы шыбындарға ұқсайды. Шыбынның іздегені нәжіс. Шыбынды гүлзар баққа жіберсең де, ол соның ішінен нәжіс тауып соған қонады. Сасық иістен ләззат алады. Оның мұрны жұпар иіс сезбейді. Адамдардың екінші тобы бал арасы сияқты. Бал арасы кез келген жерден гүл іздейді. Мысалы, мал қораның шетіне бір тал гүл қойып араны жіберсеңіз, ол міндетті түрде гүлді табады. Ақ жүрек адамдар бал арасы секілді. Жақсылыққа құмар болады. Олар кез келген ортада Алланың хикметін көреді. Өмірде көзіміз жақсы іс-әрекетті, құлағымыз жақсы сөзді естісін. Ойымыз тек жақсылықты ойласын. Сонда ғана өмір азап емес, ғажап болады.